Ассалаумағалейкум, армысыздар, қадірлі қонақтар мен қала тұрғындары, құрметті ағайын. Биылғы жыл Арқалық өңір үшін мерейлі жыл. Өйткені қасиетті Торғай төсінде Арқалық қаласының құрылғанына 70 жыл толып отыр. Осы айтулы мерейтоймен тұспа-тұс келген бір қуанышты белес қазақ поэзиясының көрнекті өкілі, жерлесіміз, ақын, драматург, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Серік Тұрғынбекұлының 80 жасқа толуы. Торғай ұлт руханиятына олжа салған ұлы тұлғалардың киелі топырағы, бұл қасиетті топырақтан ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, ағартушы Ыбырай Алтынсарин, ақын Нәзипа Құлжанова, ақын ағаларымыз Кеңшілік Мырзабекұлы, Серікбай Оспанов, халық ақыны Қонысбай Әбілдер шыққан алыптардың мекені. Сол алыптар қалыптастырған рухани көштің жалғасы, Торғайдың қоңыр желін жырына арқау еткен, туған жердің қасиетін өлеңмен өрнектеген қазақ поэзиясында өзіндік қолтаңбасы бар ортамызға келіп отырған бүгінгі кешіміздің жұлдызды қонағы Серік Тұрғынбекұлы, қошеметтеріңіз аямаңыздар. Құрметті өнерсүйер қауым, осы орайда белгілі қаламгерлер мен әдебиет зерттеушілері Серік Тұрғынбекұлының шығармашылығын жоғары бағалап, оны Торғайдың жыр керуенін жалғаған ақын, ұлттық рухтың жыршысы, қазақ поэзиясының қоңыр үнді сыршыл ақыны деп атап келеді. Бүгінгі кешіміз ақындың мерейлі ғұмыр жолына тағзым ету ғана емес, Торғай топырағының талантқа бай екендігін тағы бір мәрте паш ететін, қаламы қуат, жыры аманат атты тағылымды кешке қош келдіңіздер. Қадірменді ағайын, Торғайдың сайын даласынан түлеп ұшқан қазақ поэзиясында өзіндік өрнек әкелген, жыр әлемінде дара жол қалыптастырған, туған жердің тұнық табиғатын, ел мен жердің тағдырын жүрек сүзгісінен өткізіп жырлаған ақын Серік Тұрғынбекұлына деген зор қошеметтеріңізді аямаңыздар. Қош келдіңіз, Серік аға, мерейлі 80 жасыңыз құтты болсын. Туған жеріңізбен қадірлі халқыңыздың құрметті қонағы болыңыз. Серік аға, сізді бүгінде Арқалық ақын сыршыл сезімге толы жырларыңызбен қазақ поэзиясына мол олжа салған жан деп білеміз. Тарихи тұлғалар туралы көлемді туындыларға қалам тербеп, елі сүйіп тыңдайтын көптеген әндердің сөзін жаздыңыз. Сондай-ақ бірқатар драмалық шығармаларыңызда көптеген сахналардан орын алды. Құрметті көрермендер, құрметті қонақтар, олай болса, бүгінгі шығармашылық кешіміздің құрметті қонақтарымен таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Ақын Серік ағамыздың қаламдас інілері, мемлекет және қоғам қайраткері, дарын жастар сыйлығының авторы, Қазақстан Республикасында еңбек сіңірген қайраткері Мәди Артығалиев ортамызда. Баспасының директоры, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің журналистика және әлеуметтік ғылымдар жоғары мектебінің аға оқытушысы, Серік Тұрғынбекұлының шығармашылығының зерттеушісі Бейбіткүл Тоқабаева ортамызда. Сыншы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының, Айбоз ұлттық сыйлығының лауреаты Амангелді Кеңшілікұлы ағамыз ортамызда. Қазақстан жазушылар және журналистер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы ақпарат саласының үздігі, ақын Мұхарбек Жәкейұлы. Және де бүгінде Серік Тұрғынбекұлының жұбайы Жанна Ізбасар қызы анамыз да бүгін ортамызда. Алмағаштың алмасы өзінен әрі түспейді деп Серік ағамыз бүгінде ұл қыздарымен, жұлдыздарымен бірге келіп отыр. Ұлы Сәкен, келіні Гаухар, немерелері Әлихан мен Ахметке де қошеметтеріңізді аямаңыздар. Қадірлі қауым, біз бүгін 80-нің сеңгіріне сергек жеткен Серік ағамыздың өнегелі өмірмен
ақындық өнер жайындағы кешке күбәлі болғалы отырмыз. Серік Тұрғынбекұлы қаламы қуаттаған, жырын туған жерге аманат еткен қарымды қаламғыр екені баршамызға айын. Серік ағамыздың балалық шағы, өскен ортасы әрине Тосын ауылында өткен баршамыз білеміз. Кешегі балығы тайдай тулаған, бақасы қойдай шулаған, ең алғаш хан сайланған Абылайға қасқай батасын берген, бұл әрине Шақшақ Жәнібектің елі, бұл әрине Тосынның төрі. Туған елге қош келдіңіз. Құрметті қонақтар мен қала тұрғындары, бүгін біз туған жердің талантты перзенті, қазақ поэзиясының көрнекті өкілі Серік Тұрғынбекұлының өнегелі өмір жолына үңіліп, сырлы жырларын ортаға саламыз деп отырмыз. Алғашқы құттықтау лебізін және мерейтой иесін құрметтеу үшін сахнаға Арқалық қаласының әкімі Асанов Әмірхан Біркенұлын шақырамыз. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, құрметті Серік Тұрғынбекұлы, сізді мерейлі 80 жасқа толуыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Деніңіз сау, ұрпақтарыңыз аман болып, бүгінгідей биік мәртебе, зор абыроймен елдің ықыласына бөленіп жүре беріңіз. Өзіңізді қасиетті Торғай топырағында өмірге келіп, бойындағы биік таланты мен үлкен еңбегіңіздің арқасында есіміңіз барша қазаққа танымал болған тұғырлы тұлға ретінде танимыз. Сіздің өңіріңіздегі ғана емес, тұтас еліміздің ақпарат саласының дамуына қосқан үлесіңіз ұшан теңіз. Еңбек жолында Торғай ауылындағы Жангелдин аудандық жаңа өмір газетінен бастап, әр жылдары еліміздің жетекші бұқаралық ақпарат құралдарында, театр, музей, мекемелерінде қызмет атқара жүріп, мәдениет пен өнер ақпарат салаларында ілгерлі түде кәсіби шеберлік таныта білдіңіз. Сіздің жалынды жырларыңыз, шебер аудармаларыңыз бен очерктеріңіз талғамы биік оқырманның жоғары бағасына алса, драмалық шығармашыларыңыз талай сахнаның сәнін келтірген салмақты қойын ретінде танылды. Отандық және шетелдік түрлі жыр додаларында топ жара білгеніңіз, биік талантыңыздың айшықтап тұрса, халықаралық алаш әдеби сыйлығы мен парасат ордені, Қазақстанға еңбегі сіңген қайраткер сынды атақ марапаттарыңыз елдің руханиятына қосқан үлесіңізге берілген жоғары баға деп білеміз. Қадірменді мерейтой иесі Серік Тұрғынбекұлы, сіздің ақын, журналист, аудармашы, драматург ретіндегі талантыңызға тәнті бол, жоғары азаматтық парасатыңызға құрметпен қараймыз. Мерейлі 80 жасыңызға бүгінгідей елдің сыйлы азаматы, ардақты қариясы ретінде үлкен абыроймен жетіп отырсыз. Олай болса, жаңа жасыңызға биік тұлғаңыз одан әрі асқақтап, арамызда аман сау жүруіңізге шын жүректен тілектеспіз. Деніңіз сау, ұрпақтарыңыз аман, шаңырақтарыңыз шаттық пен берекеге толы болсын. Көп рахмет, құрметті Серік аға. Арқалық қаласының әкімі Асанов Әмірхан Біркенұлының арнайы өзіңізге деген сый құрметін табыстауға рұқсат етіңіз. Қазақ халқының дархан дәстүрінде елге еңбек сіңірген ардақты азаматқа құрмет көрсету ілтипаттың белгісі. Ендеше өзіңізге сый құрметпен Серік ағамыздың иығына құрметпен шапан жауып, аяқ ұстап келгеннің өзіне тайын кізетін арқаның дархан пейілі, ақының келгенде жаяу жүрмейік деп астыңызға ат мінгізіп, ат шапаныңызды табыстап қоюға рұқсат етіңіз. Бұл құрметтің барлығы әрине қала әкімі Әмірхан Біркенұлының және барша арқа жұртының атынан деп қабыл алыңыз.
құрметтеріңізді аямаңыздар. Елдің ақыны, елдің көрінде. Қадірменді ағайын, құрметті қонақтар, ендігі кезекте шығармаға әнге берсек, ағамыздың сөзінде жазылған шырқалар ән біртуар композитор Болат Хамзинің Торғай қызы. Бұл әннің жарыққа шығуына 60 жыл толып отыр. Ал халық арасында кеңінен тараған тамаша туындының кейіпкері әжеміз Асыл ана Күн Жәмила Есей қызы да бүгінде 90 жасқа келіп отыр. Бүгінгі күні Тәуіш ауылында ұрпағымен бақытты ғұмыр кешуде. Олай болса, Азамат Қаненовтың орындауында Торғай қызы қарсы алыңыздар. Азамат Қаненов, Торғай қызы. Қадірменді өнер сүйер қауым, ендігі кезекті ағамыздың ақындық атақ пен даңқ емес, ақындық өнердің биік мұраты мен жауапкершілігінен туындаған нағыз ақын атты шығармасын орындау үшін сахна төріне Қапез Мерланды шақырамыз. Қарсы алыңыздар.
Серік Тұрғынбекұлы нағыз ақын. Құдай жалғыз, сонан соң абай жалғыз. Абай жалғыз болған соң абайларымыз. Алдымызда асу бар, алып шың бар. Артымызға әлі де қарайларымыз. Құдай біреу, әзірге абай біреу. Көңілдерді көркейтті талай жүдеу. Көз жетпейтін өлеңнің көк аспанан. Қиын, абайсыз арайлы деу. Құдай жалқа, әуелден абай жалқа. Асыл сөздің асқанда талай нарқа. Қазақ болса, көргені азап болса, өмір сүрер абайсыз қалай халқа. Талай асу алынар, талай қамал, таңда атар, ағары барайланар, мұхитыңда тартылар, тауда құлар, мәңгілік боп түбінде абай қалар. Бізді абайды білгелі ғасыр өтті, 150-ге жылыстап жасы жетті. Нағыз қазақ, ол абай нағыз ақын болған соң қасіретті. Қапес Мейірлан, ұлының артынан ұл үрет, құнаның артынан құлын үрет деп, Серік аға, өзіңіздің артыңыздан еріп келе жатқан жас буынның осындай керемет шабыты. Сіздің шабытыңызды берсін. Қадірлі ағайын, жыр қадірін білетін ел өзінің ардақты азаматтарын құрмет тұтады. Олай болса, бүгінгі кештің қонағы Серік Тұрғынбекұлының құрдасы, қазақтың көрнекті ақыны Кеңшілік Мырзабековтың ұрпағы, сыншы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының, Айбос ұлттық сыйлығының лауреаты Амангелді Кеңшілікұлы ортамызда. Олай болса, аға, өзіңізге сөз кезегін беруге рұқсат етіңіз. Ассаламағалейкум. Ардақты ағайын, алаш жұрты, торғайлық бауырлар, апаларым, замандастарым, інілерім, қарындастарым. Шындығында да өзі мына торғайды қарап отырсақ, таланттарды беру жағынан келген кезде басқа жерлердің бәрі бір-бірлеп берсе, торғайдың киелі топырағының киелілігі соншама үнемі қос-қостап беріп отырады екен. Сонау осы ар жаққа өлмей-ақ бергі мына 20-шы ғасырдың өзін алатын болсақ, сонау 20-шы ғасырдың басындағы Ахаң мен Жаһан, Ахмет пен Міржақып, одан кейінгі былай бері қарай өтетін болсақ, Нұрхан мен Қайнекей, бері қарай келетін болсақ, Сырбай мен Ғафу, одан кейін кеп жалғасып, Кеңшілік пен Серік көп жалғасып кете береді екен. Әлде осы қос-қостап берудің осы сыры неде деген сауал мені ылғи да мазалайды. Бұл торғайдың топырағының басқа жерлерге қарағанда екі есе құнарлығымен, екі есе киелігімен байланыс шығар деп те кейде ойлаймын. Өйткені бір ахаңның өзі мысал үшін неге тұрады? Бүкіл ұлттың әліпбиін жасап қалып, ұлттың тілін сақтап қалу деген ол ұлттың өзін сақтап қалу ғой. Сондай ұлы адамдарды алып келген торғай топырағы шындығында да келген кезде бір адам тебіреніп, толқып, жүрегіне елжіреп кетеді. Енді торғай әртүрлі жағдайды басынан кешірді. Міне біздің келгенімізге бір күн болды, осы арқалыққа бір рахат көңіл күйді басымнан кешіп жүрмін. Өйткені біз торғайдың қалай құлазып кеткенін, адамдардың қалай үлкен қиындықты көргенін, азапты бастан шеккенін көзімізбен көріп, көңіліміз жылаған кездерде болды. Құдайға шүкір, қазір торғай қайтадан түлеп, қайтадан осы торғайымыз облысқа айналама деген үмітіміз бар. Міне осы Серік ағамыздың
80 жылдығының осы арқалықта осындай дүркіреп өтіп жатуы осы облыстың ашылуының бастамасы деп мен қабылдап отырмын. Ресми түрде кейін аша жатар, бейресми түрде мен ашып жібердім деп есептесеңіздер болады. Ал енді тікелей Серік ағамыздың шығармашылығына келетін болсақ, шындығында да Серік ағамыздың поэзиясы ғажап поэзия. Өзінің әлі күнге шейін бағасын ала алмай келе жатқан поэзия. Бұл Секеңнің үлкен марапаттарға аса ұмтылмауы, үнемі мынау пейілінің кеңдігі, дархандығы, үнемі сол өзін шетте ұстауы, өзін төмен ұстауы көп жағдайда кесірінде тигізіп келе жатыр. Бірақ мәселе адамның марапатымен емес, сыйлығымен емес, оның талантымен өлшенеді, шығармашылығының құдіретімен өлшенеді. Осы тұрғыдан алатын болсақ, қазір Қазақстандағы нөмірі бірінші ақын кім десе, мен айтар едім, ол Серік Тұрғынбекұлы. Қазақстандағы бірден бір ұлы ақын кім десе, мен айтар едім, ол Серік Тұрғынбекұлы. Серік Тұрғынбекұлы сол ұлылардың көзіндей болған үлкен адамгершілікті, зиялылықты, кеңдікті, дархандықты бойына сіңірген шындығында да ұлы ақын. Осы ұлылықтың бүкіл қадір қасиеті осы торғайдың қасиет топырағынан ол кісінің бойына сіңді. Сонау 60-шы жылдардың басында келген басқаны былай қойған кезде ақындарды көп аса менсіне қоймайтын Мұқағали Мақатаевтан үлкен ақын деген бағалған бір ақын бар, ол Серік Тұрғынбекұлы. Әрине, осындай үлкен арқалы ақынның, Алаштың Айбоз ақынның мемлекеттік сыйлықты ала алмай келе жатуы әрине біздің көңілімізді қынжылтады. Бірақ өзім ойлаймын, орында игіліктің ертегесі жоқ. Құдай қаласа, биыл осы үлкен бір емес, екі той болады ғой деп есептеймін. Біреуісі осы 80 жылдық болса, екіншісі 80 жылдықтың қарсаңында қазақтың қапылардан кейін, сырбайлардан кейін кеңшіліктермен бірге қазақ поэзиясын үлкен торға көтерген Серік Тұрғынбекұлының Құдай қаласа мемлекеттік сыйлық алуында тойлаймыз деп өз басым ойлаймын. Ал енді Серік ағамыз туралы айта берсек, әңгіме көп. Секеңнің жалпы мынау әпенділігі жөнінде де әртүрлі әңгімелер айтылып жатады. Енді мынау қызық болу үшін мен бір ғана әңгімені айтайын. Бұл енді Серік ағамыз осы арқалыққа Жанна апамызбен келген жылы жаңадан үйленген. Содан бір күн менің әкем келеді Серік ағамның үйіне. Енді белгілі ғой, алады да Серік ағамды алып кетіп қалады. Сөйтіп бір күн жоқ, екі күн жоқ. Серік ағамыз жаңадан ғана үйленген. Ол кезде Жанна апамыз енді жап-жас Қазақстандағы нөмір бірінші красавицаны алып отыр. Содан жаңағы әкем оған қарамайды, Секеңді алады кетеді. Қыдырып бір екі күннен кейін Жанна апамыз енді біраз мінез көрсетеді ғой енді. Содан жаңағы әкем марқұм айтады дейді. Ойбай, Серік, айналайын, құтыл мынауыңнан, құтыл деп айтады. Сол Жанна апамызды ертіп міне келіп отыр. Серік ағамызбен біз өте жақсы араластық Алматыда. Былайша айтқан кезде менің әкем сияқты бір-бірімізден іргеміз ажыраған жоқ. Әкем екеуінің арасын тек қана ажал ғана бөліп алып кетті, әйтпесе ешкім болған жоқ. Мен әкем туралы айтқан кезде, әкемді еске алған кезде, әкемнің бір жақсы бақытты сәттерін еске алған кезде Серік ағамды еске алмай тұра алмаймын. Шындығында да бұл енді ал енді Серік аға, мына 80 жылдығыңыз
құтты болсын, тойыңыз тойға ұлассын. Құдай қаласа 90 жылыңызды осы арқалықтың төрінде тойлауға Алла нәсіп етсін. Тойға ұлассын. Бұл енді тек қана Серік Тұрғынбекұлының тойы емес, бұл қазақ поэзиясының тойы деп өз басым есептеймін. Тойларыңыз құтты болсын, торғайлықтар. Рахмет. Көп рахмет. Амангелді Кеңшілікұлы. Қадірменді ағайын, Амангелді ағамыз айтып өткендей, арқалы ақындардың аманатын арқалаған Серік ағамыз да бүгінде 80-ге келіп жетті. Мына бір қойын дәптерінің ішінде оқып отырсам, о жаратқан жалған дүние жұмыр жерде жолаушыға ғұмыр бер, білегіме қаранардың күшін бер, жүрегіме даналардың жүгін бер деп жырлаған екен. Мінекей сол бір жүкті арқалап 80-дің сеңгірінен келген Серік ағамызға Алла ұзақ ғұмыр берсін ағайын. Келесі бүгінгі кеш өнер мен өлеңнің кеші болмақ. Келесі орындалатын әніміз ақынның сыршыл лирикасынан көркем үлгілерінің бірі. Бұл өлеңді ағамыздың аққу бейнесі арқылы адам жүрегіндегі үміт, сағынышты, өмірге деген сенімді бейнеледі десем артық емес. Өлеңнің әр жолынан нәзік сезім мен терең философиялық толғаныс аңғарылады. Олай болса, Алтынбек Қоразбаевтың әніне жазылған «Менің дағы бір аққуым бар шығар» орындайтын Айбол Айдарұлының орындауында сахна төріне қарсы алыңыздар.
Құрметті қауым, ақын шығармашылығының басты ерекшелігі өмір шындығын бүкпесіз айтуында. Туындыларда адам тағдыры, қоғамдағы түрлі құбылыстар, ұлттық құндылықтар мен уақыттың тынысы шынайы көрініс табады. Осы ретте Серік Тұрғынбекұлы қаламыздың орталықтандырылған кітапхана жүйесіне жеке қорына 1800 дана кітап сыйға тартты. Біздер бұл әдебиеттерді жастарымызға терең ой, саналы тәрбие береді деген мақсатта қабыл алдық. Ағаның келесі туындысы да тағдыр мен таңдау мәселелерін өткір оймен, көркем тілмен бейнелеген. Олай болса, назарларыңызға Алдамжарова Ақботаның орындауында 5 күйеуге шыққан әйел туралы балладасы қабыл алыңыздар. Жауып тұрса қасіреттің жаңғыры, секілді ол да табиғаттың жарлығы. 5 күйеуге шыққан әйел ананың жүрегімді мазалайды тағдыры. Амал бар ма, азап ажал бас сұқса, ұрындырған қолдан жасап қастыққа. Жас әйелдің ең алғашқы күйеуі құрбан болды. Сонау нәубет аштықта. Екіншісі түсер болса тізімге, мұң тұнады сұрғылт тартқан жүзімде. Бірақ күнде опат болды от сабаз. 37 жылдың күзінде. Көкіректе мұң қасірет тоғысса, табиғаттан асып түсер жоқ ұста. Үшіншісі кеткен дейді хабарсыз 41-дің қырғынында соғыста. Бұл сөзімді құпта, мейлі құптама, тағдыр оған салды көзін сұқтана. Үшіншіден үзілген сон үміті, төртіншіге тәуекел қап шықтана. Кім шыдайды уақыт теңіз тасқынға, бұл анаға тағдыры тағы қасқылған. Төртіншісі жазым болды бір күнде, тың жыртқанда трактордың астында. Тіні берік тағдыр неткен тастымен, кетпей қойдау жанарынан жас кілең. Бесіншіге бел шешкенде сорлана. Бесіншісі болып шықты мас күнем. Бұл өмірдің опасызын олықты, жартасқа да, тау тасқа да жолықты. Одан арғы тағдыры не бопты? Болған менен бала бақыт, бала бақ, не жетеді тірлігіне саламат. Қайран ана бұл дүниеден өтерде, саусақтарын көрсетіпті салалап. Қайтсын енді, тағдыр солай кез қылған, әйел сырын одан әрі сөз қылман. Жұдырығын түйіп алып сорлана өз маңдайын бірақ ұрып көз жұмған. Бұл өмірде асқарасу белес көп, соның бәрі азап үшін емес тек. Қайран дүние 5 саусақтың ұшында, 5 күйеуі тұрды мекен елестеп. Ақбота Алдамжарованың орындауында. Қадірменді ағайын, келесі мерейтой иесін құттықтау сөз кезегі жерлесіміз Қазақстан жазушылар және журналистер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы ақпарат саласының үздігі ақын Мұхарбек Жәкейұлына беріледі. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, жерлестер. Мынау бағана таңертең Амангелді аға екеуміз көшенің бойымен серуендедік 2 сағаттай.
көшенің үстінде ілініп тұрған сөз жарқ ете қалды көзіме. Қайсар қаланың, Арқалық қайсар адамдар тұратын қала деген бе, сондай бір жазу есімде қалды. Иә, кешегі 90-шы жылдардың топалаңында осы жерде кіндігінен байланып қалған азаматтар, сіздер тойларыңыз құтты болсын. Жасампаз қала шынымен Арқалық. Барын көрді, бар қиындықты көрді, бүгін міне 70 жылдығын тойлап жатыр. Бұл үлкен жетістік. Ал сол Арқалықтың Серік ағаның өмірінде де айрықша орны бар. Ал осы Арқалықта Серік ағаның айшықты ізі қалған. 70 жылдық мерейтойда 80 жылдық мерейтойы қатар келуі бір символдық жағынан тамаша қабылдауға болады. Аға, мен көп сөйлеп уақыт алмайын, өлең оқимын ғой. Тойыңыз құтты болсын. Тойыңыз тойға ұлассын. 100 жасаңыз, енді ақынның тойында өлең оқиық. Серік ағамыз 1 наурызда 80-ге толғалы небір аузымен құс түстеген ақындар Астанада арнау өлеңдерін оқыды. Содан бір 3-4 ай өтіпті. Бізге кезек келе қойған жоқ еді. Мына Тобыл Торғайдағы Серік ағаның тойы Арқалықта басталып жатыр ғой. Өз жерлестерім алдында оқиын. Бір 2 өлеңім бар еді Серік ағаға арнаған. Түсіңе жиенетін көзілгенде құстай ұшып жеттің бе қоңыр белге? Тұмажырдың тұлпары жер тарпиды, жүйткі бала жөнелер тебінгенде. Нұрғам алып торғайдың төсін бүгін, көк жүзіне керенау көсілді күн. Кеттік аға шомылып айна көлге, жалаң аяқ кешейік тосын құмын. Қаза салған қарғалы түйем ойнақ, көз ұшында көлбейді күрең аймақ. Ақын қайным келді деп көбі пісіп, жеңгелер жоқ жүретін бие байлап. Жұпар иісі аңқыған жүрегіңе, таңғышықтай тәтті мұң түнеді ме? Айып етпе ағатай, азғана сәт аялдайық ақындар түбегіне. Мол мағына сыйдырып аз ғұмырға, мөлдір мұңы мөлт еткен мәңгі жырда. Әубәкірден жарысып жатқа оқиық, кеңшілік дос келмейді енді мұнда. Жауабы жоқ, мазалап бәзбір сұрақ, құлазысаң қалада жалғыз сырап. Жусанының жұпары жаның демдеп, дауа болсын дертіңе аз күн сынақ. Құйттай мүйіз, құнттаған талғамыңды, ақшығанақ аялап арманыңды. Таң қалмаймын серілік құрып кетсең, мұражайға өткізіп балдағыңды. Сол құрғырды қайтесің қалдыраға, 80 деген не тәйір қалжырама. Торғайыңа содан соң бір келіп қайт, 90 жасты бөктеріп қанжығана. Тағы бір өлең оқып берейін қысқа ғана. Дүниенің дүбірлі тамырын дөп басатын, ортамызда бүгінгі тірі жүрген басақын. Уақыттан желіне қабағына мұң үлген, әлеуметтік желіде өліп қайта тірілген. Тарихтан көп қазғаны кеудесін кек кернейді, хан кенені жазғалы қанға сәлем бермейді. Сайын дала төсінен жыр жебесін зулатқан, заманалар көшінен махамбет боп тіл қатқан. Иілмейді қысымға сөйлемінің сөлі бал, қаламының ұшында кегінің де кегі бар. Жүрегінің лүпілі құлай сүйген торғайды, домбыр алса үкілі Нұрхан болып толғайды. Махаббатта шын ғашық, ғазалы бар мұңдастан, шәмшіменен сырласып, мұхаңменен мұңдасқан. Жүрегінде жыр көшіп, сұлулармен сән құрған, періштемен тілдесіп, ақкөлік аққу қондырған. Ұстатпайтын қыз үміт, қол бұлғайды көшкен күн, қарайды енді қызығып сеңгірінен 80-нің. Қобыз кеуде қоңырын құдіретті үн шығып,
бөлей берсін бақытқа қоңыр өлең тіршілік. Қадырын біл алтынның құшағына кең сыйдық. Тілегі сол халқымның, ендігісі мен сыйлық. Көп рахмет. Ақын Мұхарбек Жәфиұлы. Серік ағаның жүрегіне шыққан әр әні мен туындысы адамдардың ойландырып, қоғамға ой салары сөзсіз. Олай болса ағамыздың жүрек тербетер лирикалық шығармасы Аққулар мекенінен баяндайтын Ақкөлдің табиғаты мен сұлулығынан туындаған ән Ақкөлден шыққан аққулар. Әні белгілі сазгер Әсет Бейсеуовтікі, орындайтын Кербез триосы. Қарсы алыңыздар. Кербез триосы. Серік ағамыздың шығармашылығының ерекшелігі адам болмысы, қоғамдағы құбылыстарды терең зерделеп, оған ақындық көз қарасын білдіруінде. Келесі шығармада автор адамдық қасиеттің ара қатынасын таразылап, оқырмандарын ойлануға шақырады. Олай болса, назарларыңызға Ембергенова Аружанның орындауында мансап туралы баллада. Қабыл алыңыздар. Бағзы заман, байтақ елде бір мансап, сайран салып
сән салтанат құрған шақ, соған бәрі шегіліпті құл болып, тек соныкі жемісті өлке гүлді алқап. Тек оныкі өзен біткен, тау біткен, жұмысы жоқ сұраншы мен саурықпен. Қабанбай мен Бөгенбайда ісі жоқ, бәріне де қарайды екен жаулықпен. Қарайды екен көзін жұмып, бәріне есеп емес, жас бәлде кәріме. Талай боздақ табанына жаншылған, шыдай алмай захарына, зәріне. Қарсы алдында төбе бар ма, тау бар ма, құлай кеткен көңіл шіркін ауғанда. Елемепті ел жұртының көз жасын, қара нөсер жаңбыр болып жауғанда. Жан біткеннің біріне де бағынбай, айыңа да күніңе де табынбай, жердің бәрі, елдің бәрі теп-тегіс, көз алдында бұлдырапты сағымдай. Мейлі оған көктем бәлде, күз бәлде, шыңырау ма, шырқау шың ба, құз бәлде, қасыналар қалас егер көңілі, қарамайды қатын бәлде, қыз бәлде. Қар жауады, қабағы қарс түйіліп, қалың елді шыбықпенен үйіріп, өзі мансап, өзін айсап болған соң, төңірегі тұрған түгел үйіліп. Сүлгі беріп, су құйса да қолына, елең қылып елдемепті оны да. Маңғаз қарап, маң-маң басқан мансаптың жағымпаздар құрбан болған жолында. Елдің бәрі бір өзіне бәйек боп, тақсыр, тақсыр, тақсыр деумен бас ұрған. Өсек айтып, жүгірткенмен сансаққа, жанбай қойды күйдіргенмен қаншотқа. Жауды жеңген, дауды жеңген дүлейлер әлі келмей қор болыпты мансапқа. Дүние мүлкін шашудайын шашты да, кезі келсе тапап кеткен тасты да, аспан жақта көңілі де, көзі де қарамаған табанының астына. Мансабыңның жеткен жері осы ма? Жан адамды серік қылмай қасына, мүсе тұтпай төбешікті төмпені құзаршыңның бір-ақ шыққан басына. Содан кейін төңірекке қараған, шың басында жалғыз ғана дара жан, қыбыр-қыбыр қара жердің төсінде құмырсқадан айнымапты бір адам. Өзін артық санаған соң өзгеден шел қаптаса көрмейді екен көздеген. Марапаттан бас айналған мансаптың шың басында тұрғандығын сезбеген. Содан кейін белгілі ғой дерегі, қу топырақ көміп жатты денені. Шың басынан құлап түскен мансаптың енді ешкімге болмай қалды керегі. Махаббат тақырыбы ақын жырының мәңгілік тақырыбы. Серік Тұрғынбекұлының лирикалық шығармаларында адам жанының нәзік иірімдері сағыныш пен сүйіспеншілік көркемдікпен өрнектеледі. Келесі орындалатын ән жүректің сырлы сезімін әуенге айналдырған мөлдір махаббат жырын баяндайтындай. Серік Тұрғынбекұлының сөзіне жазылған Марат Ілиясовтың әні «Сұлуым» орындайтын Жеңіс Жұмағалиев. Қарсы алыңыздар. Aynalı suluğum, jaynalı
жүрегімнің төрінде асыл әнім сұлуым, дидарыңды көруге асығамын сұлуым. Айналды сұлуым, жайнады сұлуым, махаббат жылуым, мөп-мөлдір тұнығым, махаббат жылуым, мөп-мөлдір тұнығым, сұлуым ай сұлуым, сұлуым ай сұлуым. Жабырталып жаныма сүйіп едің сұлуым, махаббаттың шоғына күйіп едің сұлуым. Айналды сұлуым, жайнады сұлуым, махаббат жылуым, мөп-мөлдір тұнығым, махаббат жылуым, мөп-мөлдір тұнығым, сұлуым ай сұлуым, сұлуым ай сұлуым. Жеміс Жұмалиев. Арқа өңірі ерлік пен елдіктің, білім мен парасаттың, өнер мен өркениеттің ордасы. Сол қасиетті топырақтың перзенті бүгінгі кейіпкеріміз Серік ағамыздың шығармашылығында да туған жер тақырыбы айрықша орын алады. Ақын қайда жүрсе де торғайын жырына қосып, туған елге деген перзенттік махаббатын өлеңмен өрнектеп келеді. Келесі ән ақынның туған жерге деген сағынышы мен сүйіспеншілігінен туған жүрек жарды туынды. Бұл әнде торғайдың кең даласы, асқақ рухы, ардақты адамдары мен қасиетті тарихы жырланады. Серік Тұрғынбекұлының сөзіне жазылған «Біздің торғай» әні. Орындайтын Нұрым Түзбай. Қарсы алыңыздар. Жақсылар мен жайсаңдардың сырласы, торғай десе көз алдыма келеді. Ақындар мен батырлардың тұлғасы, торғай десе көз алдыма келеді. Ақындар мен батырлардың тұлғасы. Көрдім талай көз жасыңды төгілген, көрдім талай қазаныңды көмілген. Көксүңгісін тастай салған секілді, ер Жәнібек келген бетте еділден. Ұқсамайтын бір таңы, ғажайыптар қандай күтіп тұртады. Аман келді батыр кейкі ер жауге, ақаң жақаң ыбырайдың ұрпағы. Арқалықтың атқан таңы арайлы, сәуле төгіп шартарапқа тарайды. Есіл жақсы жаңа дала қиманы, барған адам қимастықпен қарайды. Барған адам таңғалады татарға, жол бойында қалған айна жатырма. Сары тосын қошалақпен қарасай, мекен болған Кенесары батырға. Қызбен таудың мөлдіреген бұлағы, Сарғопаның сылдыраған құрағы. Аққұм ақкөл албар бөгет жұбалаң, жолаушыға құлын болғап тұрады. Көрген адам жанға жақын тардардай, әншілері жыршылары балтаңдай. Қарындастың қос бұрымы секілді, қатар атқан қара торғай сардордай. Құлпырады сағындырған қалқадай, қарсақпасы аман тоғай көр тоғай. Қаран салды тасты менен қайыңды, арулардан қалып кеткен алқадай. Аспаны да жарқырайды жасындай, ұлдары бар ылғи сайдың тасындай. Қыздары бар қырдың қызыл гүліндей, о ғаламат біздің торғай осындай. Ұлдары бар ылғи сайдың
тасындай, қыздары бар қырдың қызыл гүліндей, ол ғаламат біздің торғай осындай. Құрметті ағайын, жаңа тыңдаған әндеріңізге Серік ағамыздың туған жерге деген шексіз махаббатының куәсі болдық. Торғай туралы жырлаған жырларыңызға, жүректен шыққан сырларыңызға мың алғыс. Сіз арқаның ғана емес, қазақ әдебиетінің абыройын асқақтатқан тұлғасыз. Ардақты Серік аға, 80 жылдық ғұмырыңыз халқымыздың рухани қазынасына айналған шығармашылықтың, туған елге деген адал қызметтің жарқын үлгісі. Ақынның ғұмыры жырмен өлшенеді. Ақынның бақыты халқының ізгі құрметі. Бүгінгі кеш соның айқын дәлелі болғандай. Қадірлі қауым, кешіміздің шарықтау шегі ретінде ақын сөзіне жазылған белгілі сазгер Әсет Бейсеуовтың «Жолың болсын жолаушы» әнін орындамасақ, бұл кеште сын болмақ. «Жолың болсын жолаушы» орындайтын Наркескен дәстүрлі әншілер триосы. Қабыл алыңыздар. Көп рахмет. Наркескен тобы алдарыңызда. Қадірменді ағайын, енді бүгінгі жолдың да шеті мен шегі болады деп, бүгінгі енді шарамыздың да бәрі түйініне таямас бұрын ортамызда Серік аға, өзіңізге бүгінгі кешіңізде рұқсат сұрап отырған бөлеңіз, жыршы Қазымбек Қуаныш ағамыз төрт көзіміз түгел тұрғанда бөлеме арнап келген бір 4 жұмақ өлеңім бар деп сұранып отыр. Олай болса, Қазымбек Қуаныш ағамызға сөз кезегін берейік. Аға, микрофон. Қайырлы күн, құрметті халайық. Серік аға, 80 жасымыз құтты болсын. Өлеңімді оқып берейін. Тірлігіңіз тынбасын. Серік Тұрғынбекұлының 80 жасына аты шыққан тұлғасыз, сіңірген еңбек жырғасыз, халық қанып талайдан өлеңмен айтқан сырғасыз. Ас ішпейтін өлеңсіз, 80-ге толған бөлемсіз, әдебиетті аты зор, бұлт шалмайтын көлемсіз. Топтан озған, топ жарған, елінің ері боп қалған, үлгі тұтсын секеңді,
өлеңге болған құштар жан, түрлі қыры байқалған, суырылған майталман, ақынды жастан білгесін жөн болмас, үнсіз жай қалған, тынбай тірлік қылғасын, туындасын жер жасын, 80 жас түгіл 90-да тірлігіңіз тынбасын. Көп рахмет. Қазыбек Қуанышбек ағамыз осы іс-шара басталар алдында бояуы кеппеген қаламнан шыққан бүгін ғана туындаған өлеңім бөлеме арнайын деп арнайы сұранып шығып отыр. Әрине ол Серік аға сіздің құрметіңізге. Енді осы кештің төрінде құрметті арнайы алыстан ат терлетіп тоқым сулап ағамыздың шашбауын көтеріп жүрген құрметті қонақтарымыз бар. Соның ішінде ортамызда Дарын жастар сыйлығының авторы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Мәди Артығалиев ағамыз ортамызда. Аға, өзіңізге микрофон беріп қоюға рұқсат етіңіз. Ортаға шығып сөйлеймін десеңіз, өзіңізге мархабат. Ассалаумағалейкум, қадірлі арқалықтың арғы азаматтары. Сөзімді торғайдан бастамағаным, арқалыққа атпасын тіреп келгесін, осы арқалықты арман қылған, арқалықты облыс қылған, арқалықты қазақ еліне танытқан ардагер ағаларым есіме түсіп отыр, қызмет қылған. Мен енді ерте еш жиып, Қонаевтың кезінде қатарға қосылған қазақтың баласының бірімін. Сондықтан бұл жерге Торғай еліне толғанбай келмеуге болмайды. Бірге қызмет істеген, қол алысып жүрген, саясында тіпті тәрбиесін көрген Еркін Нұржанұлы Әуелбеков, Өзбекәлі Жәнібеков осы жерде болған. Жақан Қосабайұлы Торғайда, Жангелді ауданында талай тірлікті бірге атқарып, 4 музей ашқан күндерінде жанында болып, Нұрхан атамыздың музейінің лентісін қиған жерлес ағайындарым болам. Өзімді де басқа өлкеде туып өскенім болмаса, торғайлықтар қатарына қосып жүрген жанмын. Оған себеп алдыңғы толқын ағалар, мынау ақаң мен жақаңдар реабилитация алғанда, сол жоғары кеңесте осы кісілердің шығармаларын дәріптеп, елге жеткізу қызметі маған тапсырылған болатын. Сонда біздер естеріңізге сала кеткім келеді. Ол азаматтарды, 4-еуі де бүгін жоқ. Ерік Асанбаев, вице-президент, бірінші тәуелсіздік кезінде тәуелсіздікке алғаш қадам басқан жоғары кеңестің төрағасы Серікболсын Әбділдин, Ерік Мағзомұлынан кейінгі жоғары кеңес төрағасы, Жезқазғандық Сарабдал азамат, қазақ руханиятының басшысы Камал Смайылов, ақтаңгер әрі ақындықтан бастаған жазушы үлкендердің тәлім тәрбиесін осы бізге тіл өнерімен жеткізген Әбіш Кекілбаевтармен бірге қызмет істеп, солардың даналығын, ағалығын көріп өскен баламын. 4-еуінің тапсырмасын өңір мен өмірге
алып келіп орындауға атсалысқан, залда отырған көпшіліктің жастарға ағамын. Ғафу мен Сырбайды ақын тұтып, Мұқағалиды көрсем деп, қадырды іздеп, бір кабинетте жоғары кеңесте қызмет істеген баламын, Мырзалиевті айтам. Олы Төлеген Айбергеновтің арман ақын, желкесінен бірақ көрген, бірақ өмір бойы сол Төлеген деп жетелеп жүрген жерлес серігімін деп те айталам. Әрбіреуімізде өмірде бала болдық, өсіп дана болдық, ортада толдық. Осы серіктердің замандасы болам, кеңшілікпен де жаңа аузымызға ілікпеді Бақыткерей Ысқақов деген тентексал жақсағын болған. Бәрімен де бірге жүрдік, бірге ойнадық, бірге күлдік. Ал соңынан сол Ғафекең мен Сырбайларды ел аралауға, халықтың ортасына апаруға дәмдес тұздас болып үлгіргенде мәди болам. Осы арқалықтың қайтадан жаңғырғанын мен де жаңа Амангелді мен Бұқарбай інілерім айтып кетті ғой, көріп қуанып жатырмыз деп. Мен де сол сыртынан шолып, ескеріп, біліп, көңілім кішкене орнығып қалды. Оған сонау Амангелді ауданын басқарған біздің Әмірхан ініміз қазір осы арқалықты келіп, барын салып, жандандырып жатқанына да көңілім толғандығын айтқым келеді. Біздер Құмар Ілгебайұлында осы өлкенің жігіті ғой. Сол Меңдіқара ауданында жұмыс істеп жүргенде көзге түскен қазақтың жақсы азаматы деп президент әкімшілігінде Нұрлан Ділдәұлы деген жігітті жіберіп, осы Қостанай өлкесінен Астанаға президент әкімшілігіне алып келіп, тәрбиелеп, қайтадан солтүстік Қазақстан арқылы елге басшы қылған кезімізді де есімде. Сондықтан Қостанай, Тобыл, Торғай әлемі деп айтамыз ғой. Осы жерге жанашыр ағаларың ретінде мына серікке серік болып, достыққа берік болып келіп жатқаныма өзіме де бүгінгі күні риза болғанымды жеткізгім келеді сіздерге. Енді серікке тоқтасақ, оның ән жырларын, сырларын, жігіттік қырларын, жастық кезіне куә болған, бұлай далаға шыққанда азаматтардың ортасында Сәкен Жүнісов бастаған ұстазымыз серілік құрған кездерімізде болды. Оны бастап айтсақ, таңды таңға аттыруға болады. О жағына мен кіріспей-ақ қояйын. Бүгінгі серік сарабдал ақын болып, қазақ елінің бас ақыны, дана ақын деген сөздер айтылды. Мен де соны қолдайым, қостайым. Басқасын қойғанда 98 жылдан бастап Астана қаласының руханиятын көтеруге атсалысқан азамат. Астананың арда бүгінгі күнгі бас ақыны Серік Тұрғынбекұлы болып саналады. Осында қадап ескертіп кеткім келеді. Енді өзінің сөзімен айтсақ, мына жерде ойыма келіп отыр, жаңа қара. Бұл Серіктің жырлары ұлт патриотизмына, халықтың бірігуіне, жаңағы майдангерлер туралы, енді 5 отау құрған ана туралы жырлары бұл өміршең болып қала береді. Өзі де
соғып әсем майдалеп, балалығын қайда деп, қол бұлғайды Қостанай, жігіт шағын қайда деп, тебіреніп тұр Алматы, тербеліп баумен бақшаға, пейлі дархан кісіге, болады тау мен таспана, топырағы торқа жерімнің, бәрі де маған баспана, бәрі де торғайдан кейін Астана деп жырлайды бұл ақын. Сондықтан Серік барша Сахара қазақ даласының, дені дұрыс қазақ баласының жанындағы досы, сырлас ақыны. Серіктің жырлары біздің жүрегімізге, көңілімізге 60 композитордың әндерімен келіп, бір ғана Әсет ағамыздың 150 әнімен беріліп, шырқалып жатыр, шырқап жүрміз. Осында естеріңізге салғым келеді. Сондықтан құлпырып туған жердің төсі мүлде, жеттік біз жеңімпаз болып осы күнге. Елорда елдігімнің астанасы, айналды тәуелсіздік бесігіне деп, Астананы Астана басқала қылуға септігін тигізген, жүрегімен жырлаған да бірінші ақын, Астананың бас ақыны Серік Тұрғынбекұлы деп те білеміз. Секе жасыңызға жас қосыла берсін, талай сапарларда әні болып, жетекші болып, Торғай мен Қостанай жеріне келіп жүрміз. Осы 80-ге толғанда кішкене бір бала болып, саябырлаған шағында жетектескен ағалы інідей келіп жатырмыз. Сапарымыз оң болсын, арқалықта киген шапаның Қостанайда қалың тон болсын. Рахмет. Әуелі айтқаныңыз келсін. Көп рахмет. Қадірменді ағайын, Серік Тұрғынбекұлы ағамыздың мына бір кітабында көгертеді сөз ғана көсегемді, қажет емес қаңқу сөз өсегенді, атағымды даңқымды дабыратпай Серік Тұрғынбекұлы десе болды деген өлең шумағымен осы бір орайда сөз кезегін Серік Тұрғынбекұлы ағамыздың өзіне бергіміз келіп отыр. Рахмет, айналайын. Мен баяғыда осы сахнада талай сөйлеген адам едім. Өзі аяқтыға сөз, ауыттыға сөз өрмейтін, аяқтыға жол бермейтін кездерінде болған. Енді бұна сенге шыққан кезінде кішкене 5 жыл аяққа тұсау түсіп, кішкене баяулап қалған кезім болды. Бұрынғы емес, аз сөйлеймін, сарабдал сөйлеймін. Оны айбеттіңіздер кешіңдер. Есесіне мен туралы қаншама сөздер айтып жатырды. Оны өзімнің туабытты туыс досым кеңшіліктің баласынан бастап қаншама сыйлы сырлы сөздер, ойлы әңгімелер айтып жатыр. Соны көңіліме қуат, жаныма шуақ қылып, сол сендерге мен 80-ге келсемде бала болып туған жерге сәлем беріп келіп тұрған жайым ғой. Енді осы арқалықпен көз алдымда өскен. 71 жылы облыстың құрылғанда мен осы жасалаш сол кездегі Лениншіл жас газетінің Торғай Қостанай облысындағы тілшісі болып осы Арқалық қаласында тұрғанмын. Жаңағы аттары аталған қазақтың
қасиетті тұлғалар Өзбекел Жәнібектің қасында 4 жылға жуық жүргенімді ұмытпаймын. Естеліктерінде бар, онда бұйырса оқырсыңдар. Сақан Құсайып деген облыстың бірінші басшысы ол. Соны ойыма үлгі болсын деп жұртқа айтсам артық болмас. Сонда Сақан айтқан, ай Өзбекелі, мен саған ешқандай әңгіме айтпаймын. Тек осы өнерді, әдебиет, мәдениетті көтеріп, еңбек етсе, торғайға танытсаң, сол жерде егінді өзіміз-ақ жинап аламыз. Оған басымға қалдырма. Ал енді сен бар шаруаң, бар жұмысың, өнер болсын, мәдениет болсын деп, саған ауылдықтың алған тұлпардай осы қоя берем. Сол не сен еркін жаса деп, жұмыс жаса деп тапсырма бергендей болған еді. Соған мен куә болған адам. Айтқандай Өзбекелі шын ешкімге тәуелді болмен қызметте тәуелді болмағаннан артық. Тәуелді болмау керек қой. Тәуелсіз болып жұмыс істеген. Сол тәуелсіз жұмыс істеп еркін жүріп, халқына қызмет еткеннің арқасында Өзбекелі осы одаққа тек қана Қазақстанға емес, бүкіл одаққа танымал тұлға болды. Енді соның соғысында 90 жылдығы мүмкін 95 жылдығы қатай келіп отырған қасында жүрген жайларды ойыма түсіп, осы арқалықтың төрінде, көшесінде Өзбекелінің істеген іздері сайрап жатыр. Ол мынау театрды құрып, әрбір әртіспен сыйласып, араласып, мына музейіне бірге барып, шегесін бірге қарасқан күндер болды. Сонда білегін сұранып тұрып жұмысқа кірісіп кетеді. Міне сондай тұлғалар біздің қазақта аз. Енді мынау осы елге елеңдеп жағдай қалай деп тұрамыз ғой. Осы арқалықтың ұмытпаймын, қалай деп елден сұрап тұрсам, сонда осы Әмірханның есімін көбейтіп жүрмін. Әмірхан осы келгенде арқалықтың азған тозған кездерінде көзіміз көрді ғой. Енді сол осы Әмірхан көп шаруа жасап, мынау үлкен халыққа қызмет жасап жатыр екен. Солар маған үшінші сұрағандай келіп, Әмірханның шаруасы ісімнен жасап жатқан үлгісі деп айтқанда мерейім өсіп қалады. Өйткені арқалыққа жүрегім аяқтады бір. Оны Өзбекелінің тапсырмасымен Шәмші мен Мұхтардың тапсырмасы болып бірінші. Арқалықтың ақтарын деген ән қазір айтылады. Ал сол Өзбекелі Әсет Бекжігімізге тапсырма беріп, ара елім арқалығым деген ән жаздырған. Ол көп жылдар айтылды. Енді сол әнді тауып алып шығарсаңдар отырмайсыңдар деймін. Жалпы арқалықтың туралы әндер көп, жырда көп, тарихта көп. Ол
тарихтың еншісінде жатыр. Соны көтеріп қосылсаңдар, мұны таусылмайтын қазына. Арқалықтың өмірі, жолы, тарихы. Енді осы жұмыстардың жемін тілеймін. Мына қарасалып өткізіп жатқан азаматтарға, халыққа мыңда бір рахмет айтамын. Енді Алла өмір берсе, жалғыздығына інілерім айтып жатыр ғой. Сенің тойың әлі алда қартайсың да әлі жастық жылдардың тойларын болуға тиіс, қуаныш кезеңдері болуға тиіс деп айтқандар есімдеп қойым. Сіздермен бірге қарсы алып, орталарыңызда жиі болып тұруға Алла нәсіп етсін деп қойдым. Басымыз қуанышқа тойға бақытты күндерге бас қосу көбейіп бола берсін деп тілек айтамын. Көп рахмет Серік аға. Құрметті қадірлі ағайын, бүгінгі кеш бір ғана ақынның мерейтойы емес, бұл туған жердің рухына, қазақ әдебиетіне, ұлттық өнерге көрсетілген құрмет. Құрметті Серік аға, Торғайдай қасиетті өлкенің абыройын асқақтатып, қазақ әдебиетінің көкжиегін кеңейткеніңіз үшін, жырыңызбен халқымыздың рухани әлемін байытқаныңыз үшін, Торғайдың қасиетті топырағын күллі елге танытқаныңыз үшін, артыңыздан ерген кейінгі буынға қазыналы өнеге боларлық тағылымды дүние қалдырғаныңыз үшін шынайы алғыс білдіреміз. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық, шығармашылық шабыт тілейміз. Жырларыңыз халқымызбен бірге жасай берсін, қаламыңыз мұқалмасын, мерейіңіз үстем болсын, абыройыңыз асқақ болсын. Құрметті көрермен, бүгінгі кешке қатысып рухани кештің сәнін келтіргендеріңіз үшін баршаңызға шынайы алғысымызды білдіреміз. Осымен ақын Серік Тұрғынбекұлының 80 жылдық мерейтойына арналған қаламы «Қуат жыры аманат» атты кешіміз өз мәресіне келіп жетті. Көңіл бөліп келгендеріңізге алғыс. Келесі кездескенше ел аман, жұрт тыныш, жақсы күндерде жүздескенше.